Assalamualaikum, құрметті берім фермерлер, амансыздар ма, қал жағдайларыңыз жақсы ма? Осы мынау өзіміздегі бір болып жатқан нелерді сіздермен бөлісіп кетейін дегенім ғой. Мына осы көріп тұрған жеріңіз чеснок, міне осы жерге 7 жыл жоңышқа егіп, осы жер демалып жатқан жер ғой. Бұл сентябрьдің басында егілген осы жер. Міне қараңыздар да, жер ауру болған ба, или білмеймін, менде бір кемшіліктер болды ма білмеймін, енді өзімше результаттарын көріп тұрмын. Мынаны қараңыздар да. Осы жер сентябрьдің басында егілген осы жерлеріміз. Енді қараңыздар, мынау жылда пайдаланып тұратын жерім. Bu yerге октябрьдің басында егілген осы жерге. Бұл жер жылда істетіледі да, былтыр осы жерге тағы чеснок еккенмен, чесноктың еккен уақытта үстіне бір 5 сантиметр қылып биогумустың отходын тастағам да, жерін аударып қойдым. Жазымен жатып демалып жатты да, содан кейін жерін аударған уақытымда да мінерім бір жұмсақ болып лопатканы салатын болсақ, өзі аударылып, өзі түсіп төгіліп қала берді да. Енді мынағымыз, енді білесіздер, жерді біздің жерлер сары топырақ, лай болып, бірдеңе болып қалады. Енді одан да қызық жағын айтайын мен. Мына жерімізге бір қап чеснок селитра сағам осы жерімізге. Қараңыздар. Осы жауын шашын болған уақытта сразу бір қапты екі бөліп шаштым да. Енді мынау айырмашылығы болмай қалмасын, ар жағымыз, мына жағымыз өсіп кететін болса, мына жағымыз өспей қалмасын деп, осының бір 3 рядына салдым. Себебі жеріне уландырып алмайын селитрамен деп, осыны салдым да, қаған мынау 2 рядқа саған жоқпын да. Бұлайша енді өздеріңіз көріңіздер, мен ешқандай бірдеңе сезіп тұрған жерім жоқ. Сағанды енді мынаяқтан қара, мынаған қарағанда, мынаған сәл аздау салдым. Себебі жерді уландырмай деп, анаған 2 есе сасам, мынаяғына мысалға мынаяға 1 пиалай сасам, мынаяға жарты пиалай салдым да. Жерді уландырмау үшін, бірақ қайсында результат зор болады екен деп. Енді мынадан қараңыздар да, сіздерге астының жағын көрсетейін, міне. Ең жуандары, мысалға мыналар болса, қалғандарын көріңіздер. Енді мынаяғына қараңыздар да. Енді мынаяғына қараңыздар. Осы жерге бар жоғы былтыр чеснок еккен уақытта үстіне биогумустың еленген, одан шыққан отходтарын жерге осы чесноктың үстіне тастағамыз. Соны чеснок аған деген жерін аударып тастап қойдым. Жер демалып жатты ғой. Айтайын деген, жерін әрі демалдырады екен, әрі күшке кіргізеді екен да. Бұл биогумус сразу бермейді екен результатты. Барып береді екен. Сол үшін енді биогумусымыз өтіп жатыр деп шилиния алмай өзіміз огородқа тастай берсек, қараңыздар да. Бұл жерлер негізі анау колхоз уақытысында, совет уақытысында бидай егіліп, селитраны шаша беріп, жерді әбден шаршатқан бұл жерлер уже. Осындай қылып енді өзіміздің жерін қайтадан қалпымызға келтіреміз, иншалла, осы биогумуспен. Ал енді ақылдарыңыз бере беріңіз. Мүмкін мен мынағымдағы жерім ауру ма, не екен білмеймін. Қараңыздар. Не деген жерім осындай. Шықпай қалған жерлері бар. Ал, сау аман болыңыздар.